Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін ең қарапайым рецептпен бөліскім келеді. Құрамы жұмыртқа, қант, тұз, ұннан ғана тұратын керемет қытырлақ, ауызда ерейтін шақшақты менімен бірге жасап көріңіз. Бұл рецепт дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен жұмыртқаны шағып, үстіне тұз және қантты саламыз. Жақсылап көпіртіп араластырамыз. Қант міндетті түрде еруі қажет. Осы жерде айта кететіні, егер сіз 3 жұмыртқа қолдансаңыз 3 қасық қант, 4 жұмыртқа қолдансаңыз 4 қасық қантты қолданасыз. Әрі қарай дәл солай жалғаса береді. 5 жұмыртқаға 5 қасық, 6 жұмыртқаға 6 қасық. Бірақ 3 жұмыртқаның өзінен көп керемет қытырлақ шақшақ шығады. Артынша дәм беру үшін кішкене ғана ванилин қостым, бірақ ол маңызды емес. Енді үстіне ұнды салып, орташа жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды 30 минуттай тындырып қоямыз. Ал оған дейін сұйық майды қыздырамыз. Мен әдейі осындай табаны жұп-жұқа ыдыс қолданамын, сол кезде шақшағымыз тезірек әдемі болып қызарады. Май қызғанша мейізді жұмсарту үшін, тазарту үшін үстіне ыстық су құйып 3 минуттай бұқтырып қоямын. Мейіздің басқа түрлерінде қолдансаңыз болады, бірақ қара мейіз шақшақпен әдемі болып көрінеді. Негізінде мейіз қосу шарт емес, бірақ мейізбен бірге көрінісі де, дәмі де шақшақтың ерекше болады. Кез келген таза матаға мейізді құрғатып аламыз, бірақ мейіздің қара дақтары жұғып қалуы мүмкін. Сол үшін де мен осындай қағаз майлықты қолданамын, артынша оны тастап жібере саламын. Мейіздің құрғақ болуы шақшақтың қытырлақ болуына тікелей көмектеседі. Сондықтан мейізді жақсылап құрғатуымыз қажет. Ал енді дайын болған қамырды жұқалап жайып аламыз. Қамырды 1,2 см немесе 1,2-5 см етіп кесіп шығамыз. Көлемдері бірдей болса, түрлері де әдемі көрінеді. Міне кесіп алдым. Ал енді қызып тұрған майға аз-аздан салып қуырамыз. Шақшақтың өзі майдың бетіне ағарып шыққанға дейін оны араластырмаймыз. Міне бетіне шықты, енді қызарғанша жиі араластырып тұру қажет. Осылай бәрін аз-аздан ғана қуырамыз. Менің ыдысым аса шұңқыр болмағандықтан мен тіпті аз-аздан саламын, себебі шақшақтың құрамында жұмыртқа болғандықтан майға салған кезде қатты көпіреді. Ал егер сіз бір жолда көп қылып салатын болсаңыз, оның көбігі тасып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша шұңқыр ыдыс пайдалануға тырысыңыздар. Міне шақшақты қуырып болдық. Енді үстіне құрғаған мейізді салып, оның үстіне сгущенканы құямыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде абайлаңыз, шақшақтар үгітіліп қалуы мүмкін. Араластырып болған соң, тоңазытқышқа 30 минуттай қатырып қойсаңыз да болады, олай етпесеңіз де болады. Мінекей шақшақ дайын. Дәмі сондай керемет, ауызда ерейтін қытырлақ шақшақ болып шықты. Көрінісі де тәбетті ашады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған сымбатты асхана.